Сәлем балақай, бізде бүгін математика пәні бойынша кезекті сабақ 57-ші сабақ. Тақырыбы уақыт, сағат. Кәне бірінші тапсырмаға назар аударайық. Бірінші тапсырмада сағаттың үлгілерін көрсеткен. Ең алдымен тұрған бұл құм сағат, электронды сағат, қол сағат және жар сағат. Бұл сағатқа назар аударатын болсақ, оның циферблаты болады және сағат тілі болады. Қазіргі сағатта сағат 1-ді көрсетіп тұр. Келесі, уақыт дегеніміз бұл шама, ал сол шаманың өлшем бірлігі сағат. Сағат, минут, секунд, уақыт өлшем бірліктері өте көп. Жыл, ай, күн, апта деген сияқты. Бүгін біздер осы сағатқа арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Екінші тапсырма бұл практикалық тапсырма. Келесі үшінші тапсырма. Әлияның апта бойы не істегенін қара. Уақытты сағат бойынша анықта. Кәне Әлия дүйсенбі күні сағат 1-де би үйірмесіне барды. Сейсенбі күні сағат 2-де домбыра үйірмесіне барды. Сәрсенбі күні сағат 3-де велосипед айдады. Бейсенбі күні сағат 2-де сурет үйірмесіне барды. Жұма күні сағат 4-де би үйірмесіне барды. Сенбі күні сағат 5-де кітапханаға барды. Жексенбі күні сағат 3-де бассейнге барды. Бұл жерде біздер кіші тіліне қараймыз. Кіші тілі көрсетіп тұрған бұл сағат болады және үлкен тілі минутты көрсетеді. Келесі тапсырма, төртінші тапсырмада есепте 3 сағат қосылған 4 сағат тең болады 7 сағат. Бұл жерде сағат өлшем бірлігі әрқашан қасында тұрады. Келесі 9 сағат азайтылған 5 сағат тең 4 сағат. 10 сағат қосылған 30 сағат тең 40 сағат. 60 сағат азайтылған 40 сағат тең 20 сағатқа. 10 сағат қосылған 10 сағат қосылған 20 сағат тең болады 40 сағат. 60 сағат азайтылған 10 сағат азайтылған 10 сағат тең 40 сағат. Бесінші тапсырма, сен зерттеушісің. Неше сағат өтті? Кәне, ең алдымен бұл 8-ді көрсетіп тұр. Одан кейін уақыт өткеннен кейін қарасақ сағат 10-ды көрсетіп тұр. Біздер оны табу үшін мына 10-нан азайтамыз 8-ді. 10 азайтылған 8 тең болады 2-ге. Арада 2 сағат уақыт өтті. Келесі 6-ны көрсетіп тұр. Сәлден кейін сағат 9 болды. Бұны табу үшін 9-дан 6-ны азайтамыз. 9 азайтылған 6 тең болады 3-ге. Арада 3 сағат өтті. Тапсырмалардың барлығы оңай, түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше сау бол.